Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен Собегендар Маратбекұлы. Құрметті қандастар, құрметті достар, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздермен керемет бір жақсы жаңалықпен бөлісемін. Жақсы жаңалық болғанда да ол біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесіне орай біз жеңілдік жариялаймыз. Жалпы бізден негізі шылаушын алу 5000-ға дейін 7 теңгеден болатын. 5 мен 10 мың арасында 6 теңгеден, 10 мыңнан жоғары қарай 5 теңгеден болатын. Яғни көбірек алған сайын тиісінше оптым болып көтерме бағамен арзанырақ алуға болатын. Ал енді тәуелсіздік мерекесіне орай, енді алда келе жатыр ғой, 4 күндей қалды. Алла бұйыртса біз шылаушындардың бағасын қандай көлемде алсаңыздар да 4 теңге деп Алла бұйыртса тағайындап отырмыз. Сол жеңілдікті пайдаланып, шылаушын алып, шылаушын шаруашылығымен айналысып бастасаңыздар болады. Шылаушын шаруашылығы десек те болады, верми технология саласы деп атасақ та болады. Міне қазір сіздердің назарларыңызда көріп тұрғандарыңыз, бұл біздің қысқа жалпы ішке жасаған шылаушындарымыздың басқанда жайы. Қарасаңыздар, міне мына жердің барлығында шылаушындар тастап қойдық. Өткеннен бері осы жерге тастап жатқанбыз. Енді бетін жауып орналастырдық. Енді Алла бұйыртса бұлар 1-2 ай, көктемге шейін 2-3 ай осы жерде жеп, осы жерде көбейетін болады. Қарап отырсаңыздар, міне шөптің қалыңдығы шамамен 10 сантиметрдей. Бұл іште болғандықтан осы 10 сантиметр жетеді. Ал көң қойдың көңі. Жалпы бұл шылаушын шаруашылығының болашағы орасан зор. Жақында ғана бір жаңа тың мәліметтерді алып жатырмыз. Осы шылаушынның денесіндегі сұйықтықтар арқылы рак ауруын, яғни қатерлі ісік ауруын емдеуге болады екен. Бұл деген сөз, бұл саланың болашағы тек қана ауыл шаруашылығында ғана маңызды емес, бұл саланың болашағы медицина ғылымында да орасан зор пайдасын тигізейін деп тұр. Сондықтан құрметті қандастар, осы шылаушынды алып қазірден бастасаңыздар, біз сіздерге толықтай көмектесетін боламыз. Біздің компанияның атынан 3 жеңілдік қарастырылған. Біріншісі мен өзім консультация беріп отырамын. Және WhatsApp чатқа қосып сол жерде де консультация жасайтын боламыз, Алла бұйыртса. Әрдайым былайша айтқанда бірге алып үйретіп отырамыз. Сонымен қатар қазақша және орысша 2 инструкция жазылған, толық инструкция жазылған кітаптарды тегін береміз. Осылай шылаушын шаруашылығымен айналысып бастасаңыздар, верми технология саласына кірсеңіздер болады. Және бұл саламен өте жақсы табыс табу мүмкіншілігі бар. Бізде былтыр ғана осы Сарыағашта бір апамыз алған болатын, Гүлнара деген әпкеміз алған болатын. Сол кісі қазіргі таңда миллиондап ақша тауып жатыр. Оның кейсін мен сіздерге алдағы уақытта салатын боламын YouTube арнама, және көрсететін боламын. Қалай бізден алған адам сондай ақшаны тауып жатқаны жөнінде. Мүмкіндік болса, мен Алла бұйыртса өзінен де отзыв алуға тырысатын боламын. Яғни қолдан келсе адам жасайды. Ал егер ол ерінсе, онда оның қолынан тиісінше келмейді. Кез келген адамның негізі бұны жасай алады, тек қана еріншектікке салынбау керек. Әрдайым ұмтылып, алға қарай ұмтылып жасау өте маңызды. Енді мен сіздерге сырттағы орналасқан жерді, бұрттарды көрсетейін. Жалпы бұрт дегеніміз ол осы шылаушындардың орналасқан жерін айтады. Міне бізде қазір сырт жақта да орналастырдық шылаушындарды. Міне мына жерлерге өткенде де көрсеттім ғой. Бүгін керемет жаңбыр жауып тұр. Жауын-құрттарға бұл өте тамаша. Міне мына жерде, мына жерлерде, сонымен қатар мына жақтарда да біз бұрттарды жасап тастадық. Ар жағында бау өсіп жатыр. Қазір мына жақта қораның ішіндегіні көрсететін боламыз. Ал мына жақта бізде келесі қысқа арналған бұрттарды орналастырып қойдық. Қысқа арналған міне мынаның ішінде. Бұлардың да бетін жауып тастадық. Осы жерде міне көріп тұрғандарыңыздай орналастырдық. Бұл жерлердегі шылаушындарда енді көктемге дейін жұмыс жасайтын болады. Алла бұйыртса. Жалпы біз сіздерге толықтай үйрететін боламыз. Консультацияны да береміз, кітаптарды да тегін береміз. WhatsApp чатқа да тегін қосып консультация жасайтын боламыз. Сондықтан бұны қалай бастайым деген уайым болмасын, құрметті қандастар. Біз толық үйретеміз. Біздің мақсат Қазақстанда 2500 биогумус өндіретін зауыт болса дейміз. Және сол
биогумус өндіретін зауыттар биогумус шығарып, ал сол биогумустар ала берсе Қазақстанның миллиондаған гектар жерлерін тыңайтса деген ниетіміз бар. Сонда халқымыз табиғи таза тағам тұтынатын болады, денсаулығы мықты болатын болады, халықтың саны көбейетін болады. Иншалла, және де Қазақстан мықты мемлекетке, қуатты елге айналады. Сондықтан хабарласыңыздар, 8747-123-1868 нөміріне хабарлассаңыздар, сол жерде мен барлығын түсіндіретін болам, ала бұйыртса. Және алдағы уақытта сіздерге біздің клиенттеріміздің басқанда отзывтарын, олардың пікірлерін салатын болам YouTube арнама, сол жерден қарап отырыңыздар. Қазір сіздерге енді шылаушындардың жағдайларын да көрсетейік. Міне қазір сіздерге көрсететін боламыз. Мына жерлерде негіз қарап тұрған болсаңыздар, біз бұлттардың төбесін, үстін, яғни жапырақпен жапқанбыз. Көп ағаларымыз жалпы хабарласып сұрап жатыр, қалай жабамыз оны деп. Кез келген органикамен жабуға болады. Органика деген, яғни табиғаттағы кәдімгі жапырақтар, мынадай қамыстар, басқандай өсіп тұрған тірі организмдер ғой. Сондықтан солардан кез келген жаба беруге болады. Міне қамыспен жапқанбыз, мына жерде жапырақпен жапқанбыз. Яғни міндетті түрде малдың шөбін жоңышқамен жап деген нәрсе жоқ. Кез келген органика болса болады. Тек қана улы жаңағыдай шөптер болмаса болды. Қалғандарының бәрімен жаба беруге болады. Міне мына жерде сіздерге көрсете кетейін. Міне шылаушындарымыз біздің жүр. Қарап тұрған болсаңыздар, алғалы жақсы. Бұлар енді осы жерде жұмыс жасап жатыр. Жалпы ылғалды қалай тексереміз дегенде, ылғалды мына көңді былай ұстаймыз да, көңді ұстап қысып көреміз. Міне қысқан кезде осылай көң бірігіп қалу керек. Көң бірігіп қалса, осы 70-80% деген влага деген сөз, яғни ылғал. Міне бірігіп қалып жатыр. Ал егер біріккеннен кейін үгітіліп кетсе, былай шашылып, ол кезде ол 70-80%-ға жетпейді деген сөз. Ал егер қысқан кезде мыжылып су шығып кетсе, ол кезде ол 70-80%-дан көп болып кетті деген сөз. Міне сол ылғалды солай тексереміз. Бұның бәрін бізден алып шылаушындарды алып бастайтын болсаңыздар, иншалла сол кезде полный үйретеміз, толықтай үйретеміз. Сондықтан құрметті қандастар, осы шаруашылықтың дамуына үлес қосып, Қазақстанды агродержаваға айналдыру үшін бірге жұмыс жасайық. Біз сіздерге толықтай үйретеміз. Және осы желтоқсандағы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған жеңілдікті пайдалануға сіздерді шақырамыз. Ендеше сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше, егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, астына пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Және де видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Сабегенар Маратбекұлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.